Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі автоматтандыру және басқару бөлімі арнайы пән оқытушысы Медиев Нұрдәулет. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз электр тоғы. Электр тоғы дегеніміз ол зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Жалпы осы тоқ болу үшін қажетті шарттар, яғни еркін зарядтардың, иондар, электрондардың бар болуы, электр өрісінің бар болуы, яғни тоқ көзінен пайда болады. Тоқ әсерлері жылулық әсер, химиялық әсер, магниттік әсер және де физиологиялық әсер деп бөлінеді. Электр тоғы болудың шарттарын жаңа айтып өттік. Электр өрісі, тоқ көзі, еркін электр зарядты бар болуы. Тоқ көзінің формуласы I тең болады Q бөлінген T, Q деп тұрғанымыз бізде заряд, T деп тұрғанымыз уақыт. Электр тоғын толық сипаттау үшін өткізгіштің бірлік қимасынан қандай тоқ өтетінін көрсететін шама, оның тығыздығы есептелінеді. Тығыздықтың формуласы I бөлінген S. Яғни I деп тұрғанымыз бұл жерде тоқ, S деп тұрғанымыз аудан, ампер бөлінген метр квадрат. Жалпы тоқтың сипаттамасы. Электр зарядтарының бағытталған қозғалысын біз электр тоғы деп атаймыз. Ал электр өрісі әсерімен зарядтардың қозғалысын өткізгіш тоқ дейміз. Басқа әсерімен пайда болған тоқты конвекциялық тоқ деп атайды. Жалпы осы тоқты өлшейтін құрал амперметр деп аталады. Амперметр тізбекте жалғанады. Ал кернеуді өлшейтін құрал ол вольтметр деп аталады. Вольтметр тізбекке параллель жалғанады. Электр тоғының жұмысының формулалары А тең болады I квадрат RT, А тең болады U квадрат бөлінген R бөлінген T. Электр тоғының қуаты. Тоқтың қуатын табу үшін өткізгіштегі тоқ күшін және кернеуді өлшеп, олардың көбейтіндісін табу керек. P тең болады U көбейту I. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Сыртқы электростатикалық өрістің әсерінен өткізгіш бетінде зарядтардың қайта таралу құбылысын электростатикалық индукция деп атайды. S тең болады Q бөлінген Фи, оңашаланған өткізгіштің электр сыйымдылығы 1 фарад 1 кулон заряд берекетінде потенциалы 1 вольтқа өзгеретін оңашаланған өткізгіштің электр сыйымдылығы. Жалпы электр өткізгіштік уақыт бойынша өзгермейтін электр өрісі әсерінен заттың тұрақты электр тоғын өткізу қабілеті. Заттың электр өткізгіштігі оларда қозғалғыш электр зарядтары тоқтасушылардың болуына байланысты. Тоқтасушылардың тегіне қарай оларды бөлеміз. Электрондық өткізгіштік және де иондық өткізгіштік, аралас өткізгіштік. Электрондық өткізгіштікке мыс, металдар, шала өткізгіштерде болады. Иондық өткізгіштік ол мыста, электролиттерде болады. Және аралас электронды иондық өткізгіштік ол мыс, плазмада болып ажыратылады. Электр керегісіне кері шама осы электр өткізгіштік дегеніміз. Ол бірліктердің халықаралық жүйесінде Сименспен өрнектеледі.